Бисмилла сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Қолға су құю. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қонақтардың қолына сой құйғызатын дәстүр бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылған соң қайғыдан қан жұтады. Ұлық Алла оны жұбату үшін оған тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды олардың қарсаңында Жебірейіл періште уақия келеді. Әй Дәуіт, Тәңірі тағала саған бір ұл нәсіп етеді. Бірақ шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба дейді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаббар иемнің әміріне не қылса да ризамын деп келіседі. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып, есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан оның сарайына күн сайын 100-деген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдында қызметке қояды. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып, алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар балаға ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол айналайын, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін балақай. Әділ патша бол, екі дүниенің сырын біл, дұшпандарыңа қатал, достарыңа адал бол, ғалым бол деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да, бойы да өсіп, кәдімгі ер азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт ұлық Аллаға: «Ва Тәңірім, маған ұлыңның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің. Бұл не хикмет?» деп сұрайды. Сонда Тәңірі тағала: «Иә Дәуіт, рас айтасың. Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып, батасын береді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу менің ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза берем. Жердегі бүкіл тау тас, аң құс 18 000 ғаламға патша қыламын деді. Содан бастап Сүлейменге дармаған керемет қалмақты деседі. Осыған орай Сүлеймен де су құйған, су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасына таралыпты. Қазірде қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баласының қолына құман мен сүлгі беріп, үлкен кісілердің батасын ал деп су құйғызады. Бата менен ел көгереді, жаңбыр менен жер көгереді деген тәмсіз сөз Сүлейменнен қалған екен деседі.